Турция, Индияға шапқыламай осы жерге келіп емдесеңдер, уақытында келіп емдесе ремиссияға шығып кеткен адамдарды көрдім. 2021 жылдан бастап маған рак яичника диагнозын қойды. Содан операция жасалынды маған. Содан кейін химиотерапия тағайындалды. Бірінші химиотерапияны алып, жаным ауырып, қатты неғылғасын, ауырғасын Турцияға барып, Турциядан 5 химиясын алып, сол жерден жақсы болып келдім. Жақсы болып келгенде 9 айдан кейін менде қайтадан бұл ауру өршіп, қайтадан маған химиотерапия тағайындалды. Индияға бардым, ол жерде емделдім. Ол жерде де химиотерапиясы өте көп, ауыр химиотерапиялар алынды. Ол жерде де жақсы болған сияқты, бірақ та бұл тоқталған жоқ, тағы да өсті. Одан ішіме су жиналып, әбден үлкен дәретім жүрмей, ісік өсіп, кіші дәретім жүрмей, әбден қиналған бала-шағам, отбасым инстаграмнан осы онкометр тауып беріп, осы жаққа барайық мама деп, осы Астана қаласына мені алып келді. 21 жылдан бері мен санап отырсам 20-дан астам химиотерапия алған екен. Бірақ мен ол жерден бір көңілім қонатында ештеңке бір результат ала алмадым. Енді басым қатып не істеймін деп жүргенде осы онкометке келіп, бірінші күні келіп емін алдым. Альхамдулилля, толығымен емді алғанда кешке үйге кетіп баратқанда менің өлең айтқым келді. Қатты айғайлап өлең айтқым келді. Көңіл күйім көтерілді біріншіден, екіншіден менің жағдайым өзгере бастады. Қазіргі кезде келіп осы жерде емделіп, қайтадан химиотерапия алып, қайтадан емделіп, қазіргі көңіл күйімді шүкір деп айта аламын. Емделіп жатқан адамдарды көріп таң қалам. 75-мін деген апа тамақ жемей жүрмін деген, бір аптадан кейін ол кісіні көрсем, ой құдайға шүкір қызым жақсымын, асқазан тамақ ішіп жатырмын деп сол кісі екеуміз құшақтасып ол кісіні көріп, адамдарға қарап қуанып Аллаға шүкір деп өзім де үмітімді үзбей осылай емделіп жатырмын. Москвадан адамдар келіп емделіп жатыр, олармен де сөйлестім. Барлығының айтып жатқан көңіл күйлері, барлығын қарайсың да қуанасың. Ары қарай жақсы результаттарымды тағы айтам деп ойлаймын. Өте қуанам. Аллаға шүкір деймін. Бәрі үшін дұға жасаймын. Аман болыңыздар.